Кітаптың қанша пайызын оқығаныңызды және әр ойды жазып алғыңыз келеді ме? Олай болса, осындағы жүйе сізге арналған. Бәріне сәлем, мен атым Саят. Мен сізге Notion арқылы жеке дамуға, әдет қалыптастыруға және өміріңізді реттеуге көмектесемін. Мына видеода кітаптарды жүйелі оқу және Notion'да канбан тақтасын жасау туралы айтқан болатынбыз. Ал бүгінгі видеода белгілі бір кітапты оқып бітіру үрдісі туралы айтатын боламыз. Бірден Notion'ға өтіп, бұл беттің қандай екенін көрейік. Міне, көріп тұрғандарыңыздай иконкасы бар бір бет, аты кітаптар 2, өйткені бұл алдыңғы кітаптар деген жасалған беттің жалғасы ретінде. Бұл жерге ең бастысы енгізулер деген жаңа кесте қойылды. Бұл жерде біз мысалға бір күні кітап оқысақ, 11 қаңтар күні қандай кітап оқыдық, осыны таңдаймыз. Ұзақтығы қанша? Мысалға жарты сағатта 15 бет оқыдым деген сияқты. Және комментарий жазамыз. Кез келген бір кітаптан ұнаған бір үзінді болсын жазып қойсаңыз болады. Кейін бұл алдыңғы жасалған кітаптар деген кестеде жаңа пропертилар пайда болады. Бұл бізде бет саны қанша екені, қанша оқылғанын бірден бізге санап береді. Формула бойынша біз мына жерге енгізіп отырсақ болды. Және де кітаптың қанша проценті оқылды, оны да осы жерге көрсетеді. Және де комментарийларды үтір бойынша көргендеріңіз. Ербол Құнанбай мына жерде комментарийлар тұр. Және де біз жаңа комменттер деген бетті ашсақ болады. Абай жолына көбірек коммент жазған сайт осы жерде ұзағынан тұрады. Бірден осы жаққа өтіп, есіңізге бір нәрсе түсіргіңіз келсе, осы жерден оқып шықсаңыз болады. Енді ары қарай осы бетті Notion'да step by step қалай жасағанымды көрсететін боламын. Ең бірінші кітап оқу жүйесі деген видеоның астындағы үлгіні сілтеме бойынша жазып аламыз. Міне, мына сілтемені басам. Осы браузердің ішіндегі Notion'ға мені бірден лақтырады. Мен бұл жерде өзімнің екінші аккаунтыммен кіріп отырмын. Сол үшін маған duplicate деген кнопка шығып тұрады. Осыны басам. Және бұл бет міне менің беттердің тізіміне кірді. Ал қазір ыңғайлы болу үшін мен өзімнің Notion'ыма, өзімнің ең басты Notion'ыма өтем. Негізгі бұл бетті duplicate жасаймын. Және бұның атын, бұны кітаптар 2 деп қойын, өзіме түсінікті болу үшін. Әрі қарай осы беттің астына тағы бір database жасаймыз. Ол үшін өзіңіз білетіндей черточка слэш деп атайық, слэш inline table. Бұл бізге тағы да бір осындай кесте жасап береді. Бұл кестенің атын енгізулер деп қойық. Кейін бұл бізге әр енгізудің бір атын қою қатты маңызды емес. Сол үшін бірден атына арналған фильтр қойып қоямыз. Ол үшін міне фильтр, auto-filter, name, contains деймізде ыстықша қоя саламыз. Өзіңізге ұнаған кез келген таңба қойсаңыз болады. Кейін біз жаңа енгізу жасаған кезде аты бірден осындай сызықша болып тұрады, түсінікті. Датасын қоямыз. Датасы дейік. Кейін оқылған кітап. Ол үшін әзірше бізде текст болады үшін кітап деп қойық. Одан кейін ұзақтығы қанша, бір отырдық қой оқуға, сол қанша уақыт отырдық, мысалға жарты сағат отырдық па, немесе 20 минут па, соны осында жазатын боламыз. Бұл бізде property type number болады, сан. Одан кейін тағы сондай сан
ол бізде бет болады. Жалпы осындай пропертиларды жасап аламыз. Және де бұл жерде өзіңізге коммент деген сияқты қоссаңыз болады. Бұл жерде әр оқыған кездегі бір өзіңізге ұнаған сәттерді осы жерге мәтін ретінде жазып отырасыз. Енді мына кітап дегенге қайта келейік. Бізде мысалға мына жерде 5 кітап түрі бар, иә. Оларды осында таңдап отыру керекпіз. Әртүрлі кітаптарды оқыған болуымыз мүмкін. Мысалға, бір сәтте 3 кітап оқып отырсаңыз, таңертең бір кітап оқисыз, түсте бір кітап, кешке бір кітап деген сияқты, иә, мысалға. Ол үшін мына кітапты relationға айналдырамыз. Relation дейміз. Select database дейді. Жерге кітаптарды жазамыз. Кітаптар. Міне бізде тұр. Кітаптар 2 деген беттегі, үстіндегі кітаптар деген. Соған басамыз. Relation жасалды, иә. Енді бірнеше енгізулер жасап көрейік. Біріншісін көрсетейін. New деп басамыз. Аты сызықша болды. Датасы, мысалға, осы аптаның дүйсенбісі болсын. Кітап, мысалға, Абай жолы, иә. Ұзақтығы жарты сағат, мысалға. Жарты сағатта 15 бет оқыдым, иә. Комментке, мысалға, жазуға болады. Ерболдың жаңа мінезін көрдім дегендей. Енді осылай күнде мысалға қай сәтте кітап оқысаңыз, осылай енгізіп отырсаңыз болады. Мысалға мына жерде уақытында қосуға болады. Мен өз басым уақытына қатты мән бермеймін. Қазір енді сіздерге мысалға болу үшін бірнеше енгізулер қосып тастайын. Мысалға осылай 5 күнде 5 рет оқыдық деп ойлайық. Енді бұл жаңағы біз кітаптар relation жасадық қой. Осыны жасаған кезде мына кітаптар деген таблицада мысалға жаңа енгізулер деген, related to енгізулер деген міне осындай баған пайда болды, иә. Бұны атын өзгертуге болады. Мысалға жай ғана енгізулер деп қалдырайық. Енді осы жерде бірнеше қызықты заттар бар қосуға болатын. Мысалға, көріп тұрғаныңыздай біз Абай жолын 2 рет оқыдық, иә, 2 тұр. Мысалға, қанша бет? 45 бет оқыдық, иә, суммада, мысалға, мына жерде 75 минутта. Бұны осылай қосып отырмай, бірден көру үшін бізде roll-up деген нәрсе бар. Roll деген өздеріңіз білетіндей, roll деген орау, яғни бұл мысалға осы Абай жолы туралы, Абай жолына жасалған бүкіл енгізулерді бір жерге жинайды. Қазір көретін боласыздар. Тағы да бір баған қосайық. Бұны roll-up дейік. Кейін осы жерге басқан кезде select existing relation дейді. Relation бізде көріп тұрғаныңыздай біреу ғана енгізулермен соны таңдаймыз. Біреу ғана. Property таңда дейді. Бетті таңдайық. Бет таңдаймыз. Мына жерде бірнеше нәрсені санауға болады. Біз сам дейміз. Көргендеріңіздей 45. Ал біз екінші кітапты, кітап 2-ні мысалға 37 бетін оқыппыз деген сияқты. Енді бұл жерге тағы бір баған қосайық. Мысалға бет саны дейік. Бұл дегеніміз толық бет саны әр кітаптың. Мысалға Абай жолы 2-ші. Бұл примерно 400 бет, иә. Алдыға қарай қойық. Және де тағы бір баған қосып, процент деген
формула қылып бұны жазуға болады. Бұл жерден астынан формула таңдаймыз. Мынау жерде ролаттың атын өзгерте беруге болады. Бұл жерде оқылған деп қояйық. Оқылған беттер 45. Енді процентін табу үшін өзіңіз білетіндей қарапайым формула. Оқылғаны бөлінген бет саны, толық бет саны. Дан дейміз. Басында бұл бізде жай сан болып тұрады. Мына жерден процент қылып өзгертсеңіз болады. Енді мысалға екінші кітаптың бір бетін жазсақ, мысалға 200 десек, міне бізге бірден бұның да процентін шығарып беріп тұр. Және де тағы бір view қосуға болады. Галерея дейік бұнда. Бұл комменттер деп қояйық. Заметки деген сөзге бір қазақша баламасын дұрыстап таба алмадым. Егер бір ұсыныстарыңыз болса, астына жазсаңыздар болады. Енді бұл жерде properties дейміз. Ең бірінші негізгі бетте тағы бір жаулап жасайық. Бұл жерде не болады деп ойлайсыздар? Енгізулерде жасалған комменттер болады. Міне мына жерде көріп тұрғандарыңыздай үтір бойынша жазылып тұр. Ең біріншісінде мен жаздым. Ерболдың жаңа мінезін көрдім дедім. Одан кейін Абай жолында Құнанбай мінезді жұмсарды дедім. Және бұл Notion бізге бірден үтір арқылы осылар жазып беріп тұр. Тағы да комменттерді салайық. Бұны көру бір шамалы әдемірек болу үшін properties қанша бет саны бізге енгізулер қызық емес, тек қана комменттерді қалдырамыз. Және де картричкалардың размерін кішірейтуге болады. Осылай қарайтын болсақ, мысалға әр кітап және ол әр кітапқа жасалған коммент бірден осы жаққа жиналып тұрады. Мына жерде енгізулер деген property'ді көрмейтіндей қылып өшіріп қойға болады. Мысалға бұндай иконкасы жоқ, қатты әдемі емес және көп орын алады. Ертең енгізулер саны көбейген сайын сол үшін енгізулерді сөндіріп қоясыз. Осындай әдемі көрініс табады. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса пікір қалдырыңыз, ұнаса лайк қойыңыз. Егер сізге жеке даму, әдет, тәртіп тақырыптары қызық болатын болса, арнаға жазылып қойыңыз, қоңыраушаны басыңыз. Және де жаңа видеоларды жіберіп болмаңыз. Келесі видеоларда кездескенше.